Баян Мақсатқызы қазақтың қыз жібегіне баспана сыйламақ. Я вам обещаю, что в течение 2 месяцев мы выберем вам квартиру, которую вы скажете, в каком районе. Өзгенің өте жарылса жарылсын, бірақ өз басым Баян ханның бұл әрекетіне басым дейді. Меруерт Өтекешева 1968 жылы «Қыз жібек» фильмінің басты рөлін сомдаған әртіс. Жақында жыр болған Баянның қолына қонған қыз жібектің костюмін Меруерт апамыз фильмде киген. Қазақ тіліне, қазақ тарихына, тіпті қазақ тұлғаларына кешіріңіздер, Баян ханым сөзбен емес, құрметті іспен көрсетіп жүр. Жақында желіде жарияланғандай, жасы 75-ке келген Меруерт апамыз әлі күнге дейін үйсіз жүргенін естіп, Баян Алагөзова актрисаға үй сыйлайтынын айтты. Я не хочу, чтобы вы плакали, я хочу, чтобы вы радовались. Тарихта қалар тұлғаның пәтерден пәтерге тентіреп жүргені, жібектің жүдегені кімнің кінәсі өзі? Әйтеуір жібегімізді жарылқап, жылы мекен ұсынған әуелі Құдай Баян ханымға баянды ғұмыр тілеймін. Менің есімім Нұрсұлтан, есімім өзекті болмаса да, өзекті дүниелерді қозғағым келеді. Парақшама тіркеле кетіңіз. Мен қазақ қыздарына қайран қаламын. Мен қазақ